Сәлем достар. Бүгін бізде бөлектену, есею, яғни сепарация тақырыбы. Ең алғашқы сепарация бізде туылған кезде болады. Оның алдында бала ана құрсағында жатып, анамен бір бүтін секілді болады. Сол бүтін ажырап, бала туылады. Бала енді бөлек адам болып дүниеге келеді. Кейін бала есейе, өсе бастап, где-то 5 жасқа дейін өмірді, өзін, қоршаған ортасын, әлемді тани бастайды. Сол кезде бала анадан 1-2 қадам, кейін 10 қадам, 20 қадам ара қашықтыққа кетіп, қайтып оралады. Бұл не деген сөз? Бала өмірді тануға, әлемді тануға қадамдар жасай тұра, анадан толығынан бөлінбейді. Ананың жәрдемі әлі де қажет балаға. Сосын жас өспірім кезінде балада эмоционалдық, құндылық негізінде бөліну басталады. Бұл не деген сөз? Жас өспірім енді қоршаған ортаны тек физикалық, материалды түрде ғана зерттемейді. Например, кішкентай балдар не зерттейді? Қарайды, мынау не деп мамасынан, папасынан сұрайды. Бұл балам очки деп біз жауап береміз. То есть материалды заттарды тура как есть, буквально. Мына қандай зат екен, мынау қандай құбылыс екен, бәрін түсіндіреміз балаға. Бала жас өспірім болған кезде әлемді, өмірді зерттеуге өзі барады. Ол мектепке біріншіден барып жүр, достары бар, достарының пікірін тыңдайды. Басқа ересек адамдар, мұғалімнің, немесе телевизорде, кинода, басқа адамдардың өзінің пікірі бар екенін байқайды. Сол кезде бала нені біледі? Біріншіден бала ата-ананың пікірі заң емес екенін түсінеді. Мысалы, кішкентай кезінде тек ата-ананың пікірі бар екенін бала солай түсінеді. Бала үшін ата-ана бұл әлемнің барлығы ата-ананы білдіреді. Жас өспірім кезінде ол басқа адамдарды да зерттей бастайды. Мысалы, ата-анамен тұратын семьясы ол бір әлем, баланың өзінің әлемі. Кейін бала басқа әлемдер де бар екенін, басқа әлемде басқа түрлі заңдар бар екенін, тіршілік жасаудың басқа формалары бар екенін түсінеді. Сол кезде бала ойланады, әр түрлі құбылыстар туралы өзінің пікірін қалыптастырады. Өзінің құндылықтары пайда болады. Мысалы, папасы үшін қандай құндылық болуы мүмкін? Ценность, орысша айтқанда ценность. Мысалы, мен недавно Рауза телехикаясын көрген едім. Сол жерде главный герой Сәкеннің папасы милиционер болған. Ол как раз Совет одағы бұзылмай тұрып, сол 80-ші жылдың соңдары еді. Әкесі үшін қандай құндылық болған? Отан үшін қызмет атқару, мемлекетіне жұмыс істеу. Мемлекеттік жұмыс ең маңызды. Коммерция мен бизнеспен айналысу Совет одағы кезінде тыйым салынған бұндай коммерцияға. Ол кезде коммерциямен айналысатын адамдар торгаш дейтін. Сол торгаш болу деген өте құнсыз, мәнсіз, керек емес, тіпті қорқынышты тірлік еді. Ол тірлік үшін түрмеге отырғызатын. Сондықтан халық ондайларға жаман қарайтын ондай істерге. Ал Сәкеннің ойынша коммерция бұл нағыз ақша табатын жер, ақша табатын іс, тірлік, оған ұнайтын. Сонымен екеуінің құндылықтары әртүрлі болып шықты. Әкесі оған милицияның жолын қу деген, менің жолымды ал деген сияқты. Ал Сәкен болса өз жолын басқа өзге жолын таңдағысы келді, өзінің жолын тапқысы келді.
Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Бұл жерде әке мен баланың құндылықтары әртүрлі екенін байқап отырмыз. Сол сияқты жас өспірімдер 18 жастан 20 жасқа дейін эмоционалды бөліктену процесі аяқталады уже эмоционалдық сепарация байқалады, құндылық сепарациясы байқалады. Адамның 18-20 жасында өмірге деген өз пікірі болады. При этом ол пікір дұрыс па, дұрыс емес па, бұны алмаймыз. Просто ол кезде 18-20 жаста бала уже өзіне сенетіндей дәрежеге жету керек. Менікі дұрыс деген дәрежеге жету керек. Бұл кезде ата-ана баланы қысуға, балаға жоқ, сенікі дұрыс емес деген нәрселер, бұл мен ойымша ошибка, үлкен ошибка, себебі бала өмірлік опытты тек өзінің тірліктері арқылы ала алады. Ата-ананың қателіктері, басқа адамдардың, достарының, құрбыларының қателіктері адамға ешқандай пайда әкелмейді. Пока адам өзінің опытынан өтпегенше вывод жасай алмайды. Сондықтан бала кәмелетке жеткен кезде эмоционалды толық бөліну болады. Бөліну аяқталады. Сонымен қатар, именно сол уақытта баланың қаражаттық сепарациясы басталады. 18-20 жаста бала ақша табуды үйренеді. Студент болса да, бір подработка болуы мүмкін, где-то что-то найти дополнительную работу. Соның бәрі балаға өмірді тануға көмектеседі. Осы кезде ата-анадан толық сепарация, толық бөлектену процесі басталады. 18 жасқа дейін, яғни кәмелетке толмағанға дейін бала ананың энергетикасында өмір сүреді. Ең басында, естеріңізде болса, осы видеоның басында мен айтып өттім. Бала дүниеге келген кезде анадан бірінші сепарациясы басталады. Бірақ сонда да әр қарай тіршілік жасаған кезде бала ата-анасыз өмір сүре алмайды. Оған тамақ керек, оған жағдай керек, төсек керек, тазалық қажет. Бұның бәрін ана береді. Жас өспірім кезінде де бала өзіне ақша тауып өмір сүре алмайды. Толығымен. Сондықтан ата-ананың көмегі керек. Кәмелетке толған кезде бала уже өзіне не керегін, өзінің құндылықтарын формировать етіп, енді немен айналысатынын шешеді. Өзіне план құрады, цель, мақсаттар қояды. Сол мақсаттарға қалай жетсем екен деп жайлап қадамдарын жасайды. Үйлену, мысал үшін, сепарацияға жатпайды. Үйлену, яғни үй деген сөзден шығады ғой бұл сөз, дұрыс па? Үй жаңа үй құру, жас отау деп бекер айтпаған ғой. Жаңа үй құру, яғни жаңадан басқа семья құру. Басқа семьяны құрудың алдында бірінші адам өзімен өмір сүруге үйрену керек. Адам бір өзі тұрған кезде бұл жалғыздық емес. Көбісі жалғыздықтан қорқады. Мен бір өзім тұра алмаймын, мен қалай бір өзім болам деп ойлайды. Жалғыздықтан қорқатын адам толық сепарациядан, толық бөліктенуден өткен жоқ. Сонымен қатар басқа адамға тәуелділік, мен басқа адамдарсыз өмір сүре алмаймын деген кезде біз психологиялық тәуелділікті байқаймыз. Тәуелділік бұл да сепарация толығымен өтпеген деген сөз. Яғни, в основном эмоционалды сепарация әлі бітпеді деген сөз. Эмоционалды сепарация дегеніміз баланың өзінің пікірін ақтай алатындай, өзінің мнениясын айта алатындай, ата-ананың мнениясынан қорықпай өзінің ішіндегісін айталатынын білдіреді. Ата-ананың эмоциясынан қорықпай, мысалы,
әкем ашуланады, анам ызаланады, анам не деп айтады, олар не мен туралы не ойлайды деген бұл эмоционалды сепарация болмаған деген сөз. Ересек адам ешкімнің мнениясынан, ешкімнің ашуынан қорықпайды. Себебі ол толығымен өзіне сенеді. При этом ол өзін де сыйлайды, басқа адамдарды да сыйлайды. Адам бір өзі болған кезде де атап өткендей бұл жалғыздық емес. Бұл бір өзі тұрған кезде де ол өз-өзіне семья. Бір адамдық семья. Ол кезде адам бір өзі болған кезде, өзімен өзі болған кезде, ол өзін не істейді? Өзінің жолын іздейді, өзінің сүйікті мамандығын іздейді. Бұл өте қызықты процесс. Бұл процесстен айырылып, ажырап қалған адамдар, бұл процесстен өтпеген адамдар, кейін болса да, үйленіп болғаннан кейін ба, 40-50 жасында болсын, рано или поздно бұл период қайттан оралады. Мысалы, даже қазір көп адам өзін іздеп, менің өміріне қатты недовольны болып жүреді. Жұмысымен қанағаттандырылмайды, жұмысым ұнамайды, өмірім ұнамайды, достарым ұнамайды дейді. Неге? Себебі бұл адам әлі өзін таппаған, өзінің қандай екенін білмейді. Сол процесті бір өзімен, әлеммен қарым-қатынаста болу процесін өтпеген. Тағы айтарым, сау семьяда, психикасы сау адамдардың семьясында, яғни сау семьяда әр адам өзінің пікірін бос айта алады, свободно айта алады. Өзінің пікірін, өзінің ойын, өзінің пландарымен бөлісе алады. Жүрегіндегі толған мұңмен, оймен, бәрімен спокойно бөлісе алады, ата-анамен бөлісе алады. Сау емес семьяларда ата-анаға тек жартылай нәрсені айтады. Ата-анаға тек ата-анаға жағатын нәрселер айтылады, жақпайтын нәрселер айтылмайды. Бұл сау емес семьяда. Бала, мысалы, жас өспірім кезінде уже біледі, мен ата-анама көп нәрсені айта алмаймын. Ата-анама, мысалы, қыз айта алмайды, маған мына жігіт ұнайды деп айта алмайды. Жігіт те, мынау қызбен қалай сөйлессем болады деп сондай сұрақтарды ата-анасына көбінесе қоя алмайды. Себебі қазақ семьяларда, менің байқағаным, өте үлкен психологиялық барьер бар. Көп темалар сыртта қалады. Біз үйдің ішінде тек жақсы темаларды обсуждать ете аламыз. Қалған темалар жаман сияқты бөлінеді. Осы теманы, как раз неге ондай екенін біздің семьяларда жасырын жүру, толығымен ішкі сезімдерді айта алмау, өте қызық тема. Бұл туралы мен отдельно бөлек видео түсірем обязательно. Әзірше сепарация темасын жалғастырамыз келесі видеода үйленген балалардың ата-анамен қарым-қатынасы туралы сөйлесеміз. Үйленген балалардың ата-анадан бөлек тұру туралы. Неге бізде қазақ семьяларда бөлек тұру практикасы жоқ? Өте аз адамдар бөлек тұрады. Ата-анамен тұру керек деген ой бар. Даже негласный такой заң бар. Сол туралы обязательно сөйлесеміз. Енді комментарийда өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазсаңыз болады. Сізде эмоционалдық сепарация болды ма екен? Өзіңізді мен ата-анадан эмоционалды сепарациядан өттім деп сезінесіз ба? Ата-ананың ойынан тәуелді емессіз бе? Әлде тәуелдісіз ба? Соны жазсаңыз болады. Қорытынды ретінде тағы да атап өтейін. Ересек адам, яғни кәмелетке толған адам уже ересек болып саналады. Ересек адам ата-анадан эмоционалды, құндылықты, қаражатты сепарациядан, бөлектенуден өтеді. Ол не деген сөз?
финансово өз-өзін обеспечить ете алады. Эмоционалды өзінің мнениясы бар. Басқа адамдарға тәуелді емес. Ата-анасының мнениясынан қорықпайды. Өзінің қалағанын істей алады деген сөз. Лайк басып, каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Маған сіздің комментарийларыңыз, лайктарыңыз өте маңызды. Бұл маған жаңа видео түсіруге үлкен мотивация береді. Ал енді келесі көріскенше сау болыңыздар.